достым, сенімен бірге мен Эдди, және де бүгін далада ауа райы өте құбылмалы болып тұр, бірақ бұл менің көңіл күйімді бұзбайды. Неге дейтін болсаң, өйткені мен бүгін өзіме керемет Asus ROG Strix G15 ноутбугын сатып алдым. Құттықтап қойсаң болады, родной. Бұл видеода мен сендердің бастарыңды распаковкамен ауыртпаймын. Әңгіме тек конкретно осы ноутбук жайлы, өнімділік жайлы және бұның ішіндегі начинкасы жайлы болады. AMD Ryzen процессоры және графикалық карта AMD Radeon RX 6800M жайлы айтылатын болады, родной. Дегенмен жалпы ноутбук туралы тезірек айтып өтейік, родной. Бұл өзің көргендей керемет дизайнда стилінген ноутбук, родной. Өзің чисто игровой игромандар бұны оценка береді, бұғанша өйткені бұл қарып бүйтіп ашсақ та көрдіңдер ма, қандай керемет стильде жасалған ноутбук. Сразу игровой екен қай жерден білуге болады, родной. Бұл жерде сразу міне W кнопка A, W, A, C, D кнопкалары уже бізде прозрачный стильде стилінгені көрініп, мына жерде қызыл вставкалармен, клавиатураның оң жақ бетінде ROG деген жазуымен диагональ стиліндегі сызық бар екен. Бұл сызықтың ішінде одан кейін бар ROG деген жазулармен әдемі жасалған. Өзінің керемет подсветкасы да жанатын болады. Және де сыртына қарап өтсек, мына жерде өзінің алынатын фирменный өзінің вставкалар бар. Мына вставкаларды ауыстыратын бізде екі түрлі вариант бар, яғни қызылмен қосқанда үшеу болады екен. Сөйтіп мынаны аламыз да, допустим, мынау маған ұнап тұрса, мен бұны аламын да спокойно қыстыра саламын. Егер де мынау надоел болатын болса, сразу шешеміз да, және де мынау пластмассовый серый түсті сразу жабыстырып қойсақ болады. Бұл не деген сөз? Бұл игровой ноутбук екен, сразу подчеркивать етеді бұны, сол себепті осындай стильде бұл жасалған екен. Енді экранға тоқтап өтейік, родной. Бұл ноутбук 15,6 дюймдік экранмен жабдықталған. Бірақ бұл жерде ең кереметі бұл емес. Мені таңғалдырған нәрсе бұл 300 Гц 3 миллисекунд. Прикинь, родной, 300 Гц 3 миллисекунд отклик. Мен өзім ойындарды көп ойнайтыным ешкімге құпия емес. Сол себепті маған 300 Гц деген прям ауадай қажет нәрсе. 300 Гц 3 миллисекунд дисплеймен киберспорттың бүкіл мүмкіндіктерін аша бер, родной. Кез келген қарсыласты ертерек көріп, оған смачно, плавно хедшот бергенге не жетсін, родной. Бұл ноутбук саған сол мүмкіндікті беретін болады. Ал егер де кадрлар жеткіліксіз болса, онда ойында сіз жауға оғыңызды тигізу уже сәл қиындау болады. Неге десең, өйткені оның үстіне наводка жасау сәл кешірек болады. Не себепті? Себебі плавность аз болады. Сол себепті ғана мына 300 Гц тәшін сол үшін оны жақсы көргірек болады. Родной, негізі по идее клавиатураға тоқтап өтсек. Бұл клавиатура кәдімгі үлкен ПК-ларға арналған ең жақсы клавиатуралардың стандарттарына сәйкес келетіндей қылып істеген. Төбесінде 5 кнопка бар. Олар кейбір мүмкіндіктерге жылдам қол жеткізуге қызмет етеді. Яғни Armor Crate қолданбасын іске қосу, дыбыс деңгейін реттеу, микрофонды өшіру деген сияқты. Оларды басқа қолданбаларды іске қосу немесе макро пәрмендерді орындау үшін қайта бағдарламалауға болады. Тағы да айта кетер жағдай, бұл ноутбук геймерский болғаннан кейін WACD кнопкаларын ерекше мөлдір түспен жасалған екен. Әрбір ойыншы енді алдыға, артқа және шетке қарай жүруді точно ұмытып қалмайды. Шоғырлаған атыс қуаты Asus ROG Strix G15 ноутбугымен, қуатты AMD Ryzen 9 5900HX8 ядролы Zen 3 архитектурасына негізделген, жиілігі 3.3 ГГц-тен және де 4.6 ГГц-ке дейінгі 16 ағын процессормен және AMD Radeon RX 6800M GPU-мен ойын тәжірибесін жеңілдетеді және де кеңейтеді. Ойыннан бастап көп әртүрлі тапсырмалар тез және өте плавно жұмыс жасайтын болады. Бұл жерде AMD графикасының және процессорының үйлесімі өте керемет. Неге дейтін болсаң, өйткені бұл екі зат бір фирмадан, яғни AMD фирмасынан бірін-бірін үнемі толықтырып отырады. Ноутбуктағы Ryzen плюс Radeon байламаның артықшылығы өнімділікті арттыратын эксклюзивті технологиялар. Мысалы, процессор мен видеокарта арасындағы тұтынуды бөлу, қуат пен ресурстарды қайта бағыттау. Егер сізге көбірек графикалық картаның ресурстары қажет болатын болса, онда қуат сол жерге жіберілетін болады. Бұны яғни күштерді бөлу балансы деп атайды. Бұндай процессормен және графикалық картаның арасындағы байланыс әрине тиімдірек болады. IT сайттарындағы шолуларда плюс 12% өнімділік қосылады деп жазады. AMD Ryzen 9 5900HX күнделікті барлық тапсырмаларды оңай әрі тез жеңе алады. Әсіресе ол көп ағынды қажет ететін тапсырмаларда жақсы жұмыс істейді. Radeon RX 6000, яғни Big Navi атпен де белгілі, AMD компаниясының құрылымдық бөлімшесі Radeon Technologies Group шығарған графикалық карталар сериясы. Графикалық карталар жаңа RDNA 2 архитектурасында негізделген. Бұл
сериялар 2020 жыл 28 қазанда жарияланған болады. Серия қатарларында RX 6800, RX 6800 XT және де RX 6900 XT графикалық карталар жарияланды. AMD графикалық карталарының бірінші сериясы сәулелік бақылауды қолдайды. Ал осы ноутбуктың AMD Radeon RX 6800M графикалық картасына тоқтайтын болсақ, бұл ойын ноутбуктарға арналған ең жақсы мобильді графикалық карта. Картаның негізі RDNA 2 архитектурасына негізделген Navi 22 чипі болды. Чип 2560 шейдер, яғни 40 есептеу блогы, 160 TMU блогы және де 64 растрлық блокты алды. Яғни Radeon RX 6700 жұмыс үстеліне ұқсас. Бейне жады 12 гигабайт, яғни DDR6 2 ГГц, ал деректер шинасы 192 бит. Ең алдымен ойыншылар бұл ноутбукке жақсы начинкасының арқасында назар аударады және контент жасаушылар, яғни блогер, ютуберлерге бұл ноутбук кәсіби фото, видео және 3D редакторлармен жұмыс істеу оп-оңай болады. Былайша айтқанда в кайф дейді, осындай рахаттан жұмыс істейсің. Бұл және де айта кетер жағдай, бұл аппарат, яғни шынайы AMD-ның фанаттарына арналған натуре бір монстр аппарат қой. Базар жоқ, кейбіреулер айтуы мүмкін, типа Nvidia графикасы мықтырақ деп. Базар жоқ, Nvidia-да да мықты видеокарталары бар. Бірақ менің айта кетер жағдайым бұл AMD биыл алғаш рет Asus, Lenovo, HP және MSI мен бірге Nvidia-ға балама және күшті бәсекелесті ұсынды. Бірден бірнеше өндірушілер Radeon 6000 сериялы графикасын шығарады. ПК-ның ескі адамдарының шексіз бризі әрине жағымды, бірақ сатылымдар мен сатып алушылардың сұраулары басқаша айтады, яғни статистика бойынша. Қазір мен сіздерге настройканы көрсетейін. Мінекей настройкада бізде графикаға кіреміз. Бізде бұл жерде мінекей өздеріңіз көргендей полный бәрі, населенность города полный, так, разновидность, фокусировочная шкала, бәрі очень высокая да тұр, яғни ультра да тұр, яғни и бізде частота обновления мінекей өздеріңіз көреді 300 Гц. 300 Гц соның өзін бәрін қосқанның өзінде біз қазір мінекей мынау Radeon'ның өзінің программасын ашамыз, Alt-Z тең кнопкамен, и және де мына жерде бізде қазір сразу өзіміздің статистикамыз шығатын болады. Міне өздерің көргендей қараңдар, 104 кадр секундына, ол өте керемет қой, 104 кадр секундына деген ноутбук үшін әрине мықты. Және де мына жерде бізде AMD Radeon Graphics 20%-ға ғана қолданылып жатыр. Және де мына жерде бізде видеопамять AMD Radeon Graphics 175 мегабайтын ғана алып. Конкретный видеокарта жайлы мына жерде мінекей использование 90% бізде видеокартаға қолданып тұр. Тактовая частотамыз 1380 МГц-ге тең, және де энергопотребление 49 Вт. Текущая температура 62 болып тұр, температура перегрев деген 68 болып тұр. Мына жерде мінекей видеопамять бізде 3079 мегабайт бізде занимать етіп тұр. Мына GTA ойынымыз және де тактовая частота бізде видеопамятьта 906 МГц. Және де 30%-ға біздің процессор қолданып, яғни AMD Ryzen 9 5900HX 30%-ға дейін ғана бізде жұмыс істеп жатыр. Және де азуымыз 16 гигабайт. Бізде ішінде тек қана почти 7 гигабайт қана қолданыста. Мінекей так, осылай мінекей GTA-ны спокойно ойнасақ болады екен. Ноутбукпен ешқандай вообще проблема алып келмейді, ешқандай зависать етпейді. Өздерің көргендей раз деп шығарып жібереміз да дальше біз келесі ойынға қарай жолды тартатын боламыз. Ал келесі кезекте бізде Киберпанк ойыны. Бәрі біледі, бұл Киберпанк өте требовательный ойын екенін. Бізде полный среднийдан сәл жоғары настройкамен ойнап жатыр қазір. Өздерің көргендей ештеңе қатпайды, вроде бәрі четко сияқты тоже. Так, но не дейді, былайтыр бауырым, қазір біз осмотреть сен көлігіңді. Мінекей біз қазір көріп жатырық. В общем, ешқандай дискомфорт жоқ, бәрі плавно, бәрі әдемі. 300 Гц өзінің бар екендігін туралы білдіртіп жатыр. Біз енді қазір AMD-ның өзінің специальный программасына Alt-Z кнопкасы арқылы кіретін болсақ, бізде мына жерде 80 кадр в секунду қазір жүріп жатыр. Мына жерде 73-80 болып ойналып жатыр. AMD Radeon Graphics 13%-ға дейін қолданыста, және де бізде AMD Radeon Graphics 210 мегабайт алып тұр екен. Так, конкретно келетін болсақ, бізде 97%-ға, 95-97%-ға видеокартамыз қазір бос болмай тұр, және тактовая частотамыз 1175 МГц. Энергопотребление 54 Вт, және текущая температура 65 градус. Жеңіл көтеріп тұр да. 12 гигабайт видеокартаның ішіндегі 4358 қазір қолданыста, және тактовая частота 908 болып тұр екен. Ал біздің процессор болатын болса 27%-ға, мінекей 27-28-25%-ға осындай қолданыста жатыр екен. Және 16 гигабайт ішінде 16-6 гигабайт азу бізде осы ойға жұмсалып жатыр екен. Бұлайша айтқанда керемет қой достым, керемет. Бұдан артық кімге не керек деген сияқты сұрақ родной. Обязательно
келесі ойынды давайте тоже тестировать етіп көрейік. Егер де ол да жеңіл болатын болса, онда мен осы ноутбукты точно алғаныма еш өкінбейтін боламын. Ал келесі кезекте бізде өздерің көргендей Человек-пауктың ойыны родной. Өте керемет ойын, және де жаңадан шыққан өте требовательный ойындардың бірі. Соның өзі мына жерде зависать етпейді. Анда-санда бір пролактор болады, бірақ дегенмен енді оның бәрі ештеңе етпейді. Так, бұл жерде давайте тез несін ашып көрейік. Біздің AMD-ның специально өзінің программасының өлшейтін аналитика жасайтын программасын бізде 70 кадр, 74 кадр в секунду жазып жатыр екен. Және де 17%-ға бізде AMD графиканың қолданыста тұр екен. Және де видео память 204 мегабайт. И мына жерде конкретно видеокарта келетін болсақ, 84%-ға біздің қазір видеокартамыз жұмыс істеп тұр. 98 көтерілді. Мінекей 1009 МГц және энергопотребление 55 Вт. Текущий температура 64 болып тұр бізде. Так, дальше біз неге өтейік? Біздің процессор, яғни AMD Ryzen 9 5900HX 57%-ға 54%-ға де мінекей қолданыста, және де азудан 10.7 гигабайт бізде қолданыста. Өздерің көргендей мынау өте требовательный ойын болғанымен де бұл все равно өзің көргендей жақсы, спокойно, мықты сюжеткамен ойнауға болады. Ешқандай лаксыз, ешқандай зависать етусіз, в общем, нормально. Керемет, в общем, должны быть сөйлеп айтқанда. Ал біз қазір Premiere Pro-ға кіріп жатырмыз. Давайте мынандай бір ауыр проектті 4К форматта рендер етіп көретін боламыз. Қазір мінекей бізде High Quality 4K деп тұр мына жерде, және де мына жерде де Ultra HD 3840-2160 форматында қазір осыны рендер ететін көретін боламыз. Қанша уақытта бұл бізге шығарып беретін. Ал бастайық. Так, мінекей бізде уже 6 секунд, 5 секунд қалды. Рендерді бізде, в общем, где-то 13 минуттық видеоның рендері бізде примерно 8 минутта бітті, родной. Енді, родной, бұл ноутбукқа өте үлкен дәреже негізі. Бұндай короткий уақыттың ішінде осындай 4К форматта осындай 13 минуттық видеоны бітірген. Біз қазір ойын сынақтарының әсерлі нәтижесін көрдік. Қазіргі заманғы ойын машиналарының көптеген жылдар бойы үлкен қоры бар құбыжықтар. AMD өнімділікті арттыруда. Олар жаңа ұрпақтарда керемет технологияларды жүзеге асырды. 4-5 жыл бұрын бұлар ол жайлы даже армандамайтынды, егерді шын керек ше. Мен бұл ноутбукты барлық технологиялық форумдардан, немесе сарапшылардан, ойыншылардан кеңес алып сатып алдым. Именно осы ноутбукқа келген кезде сырт келбеті емес ең бастысы. Бұның ішкі начинкасында бүкіл мәселенің бәрі ше. Яғни процессор, графика, герцовка және жедел жад деген заттарға қарау керек негізі ноутбук алып жатқан кезде. Әртүрлі сенсорлық тақталар, немесе подсветка деген заттар, бұлардың бәрі всегда екінші пландағы нәрсе. Және егер де сен осындай ноутбук өзіңе алғың келетін болса, мен сен үшін арнайы описанияда ссылка қалдырып кететін болам, родной. Өтіп көр, егер де алғың келсе осындай ноутбук, мен саған кеңес беретін ноутбук. Уақыт келді, ал мен уже қазір бұл ноутбуктен ойын ойнауға кетіп бара жатырмын. Все, родной, сенімен бірге болғаным Эдди, және де топовый ноутбук. Сол саламатты болыңдар, жігіттер. Пока!